Bir тыныш түнде Толағай тәтті ұйқыға кетті. Ол ұшып жүрген киттер мен жарқыраған тауларға толы ғажайып әлемге енді. Әуеде қалықтап жүріп, бәрі соншалықты шынайы көрінгеніне таң қалды. Оянған сәтте түс тұман секілді сейіліп кетті. Ол ойланып қалды. Неге біз түс көреміз? Жауабын табуға бел буған Толағай кішірейіп, өз денесінің ішіне кірді. Ол миының ішіне қонды. Мұнда миллиондаған жарқыраған байланыстар тірі секілді қозғалып жатты. Толағай көздің жылдам қозғалысындағы ұйқы кезеңіне келген еді. Дәл осы кезеңде түстердің көбі пайда болады. Ол бақылап тұрғанда нейрондар жылдам атқылай бастады да, қозғалып тұрған бейнелер мен дыбыстарды қалыптастырды. Эмоция орталығы, амигдала, қып-қызыл болып жанып тұрды. Ол түстерді қуаныш, қорқыныш немесе толқу сияқты сезімдерге толтырды. Толағай жарқыраған жүйке сигналдарының гиппокамп арқылы жүйткіп өткенін көрді. Бұл естеліктер сақтақталатын аймақ. Сол сәтте ол түстер кездейсоқ емес екенін түсінді. Олар миға эмоцияларды өңдеуге, артық ойларды тазартуға және естеліктерді нығайтуға көмектеседі. Қызығушылығы артып, ол ми қыртысының ойлау мен логикаға жауапты бөлігі префронталды кортекске көтерілді. Таңғаларлығы, ол жер тым тыныш әрі көмескеді. Сондықтан түстер жиі оғаш әрі түсініксіз болатыны белгілі болды. Мидың логикалық бөлігі демалып, қиялға еркіндік беретін екен. Толағай тағы бір қызық нәрсені байқады. Ми денені қозғалмай ұстау үшін арнайы химиялық заттар бөліп шығарады. Бұл адамға түстегі әрекеттерді шынайы өмірде қайталап кетпеуге көмектеседі. Мақтанышпен жымиған Толағай бұл құпияны да түсінді.